Бұл жігіттің есімі Ерлан. Танысқанымызға бір тәулікте болған жоқ, бірақ ол мен үшін жұмысынан сұранып, Қапшағайға дейін жүретін көлік тауып берді. Ақысын да өзі төледі. 2,5 сағаттан кейін Қапшағайға жеттік. Бірақ жаңбыр сейілмей қойды. Кеш батты, мен Алматыдамын. Досымның үйіне түнедім. Әсем, рахмет жалғыз жолаушыны өзіңізбен бірге алып жүргендеріңізге. Қазір енді жоспар қалай? Барлықтарыңызға сәлем. Қазір бізде жоспар, біз Шардың шатқалына барамыз. Және де ең керемет жеріміз біздің Алматы облысындағы ең көп туристер баратын жер, ол Көлсай көлдері. Бүгін сол бар бізде. Ендеше асығып қажет емес, бәрі рет-ретімен. Айтпақшы, автобус орындықтарында қуаттағыш бар. Турист үшін таптырмас көмекші. Менің қасымдағы қос ару Лена мен Настя. Елімізге ақышқа виза аштыру үшін келіпті. Ресейліктер мақсатына жетіп, енді тынығуды жоспарлапты. Отвечать правдиво на все вопросы. Быть уверенным в себе. И тогда все получится, да? Да. Мой коуч. Мен негізі билей алмаймын, бірақ мынандай көріністе осындай жандармен билеп көруге болатын сияқты. Музыка келмейді деп жатыр. Жақсы ба, о міне. Табиғаттың салып берген суреті ғой, мынаны қараңыздар. Астында шатқалдың ортасында көбелек бар. Және бір сүйісіп тұрған қыз бен жігіттің бейнесі сияқты. Қазір бұл жерде фильм түсіріліп жатыр. Қандай жоба екенін сұрап білейін деп едім, мен алаңға кіргізбеді. Ал бұл шатқалдағы ең үлкен ағаш, демалыс орны сияқты. Келушілер оның саясында тынығып алады. Ұнап жатыр ма, әсерлеріңіз қалай? Өте күшті. Демалып қатып қайтында жері ме? Рахмет. Жақсы. Міне көрдіңіздер ме? Саяхаттайтын адамдардың барлығы осылай көңілді жүреді. 500 мың лайк көріп тұрмын, 50 мың пікір көріп тұрмын мен әлеуметтік желіде дәл осы биге. Мына жерде бұлақ бар, мен сол бұлақта түсіріп үлгеруім керек. Сіздерге көрсету керек қой. Ал автобустың жүруіне жарты сағат қана қалды. Саған мына қара жартастарды қараңыздар. Шарын өзені сіздерге көрсеттім ау. Рас көрсетуге тұрарлық, жүгіруге тұрарлық бейне, е? Асыққан не шаршаған жандар үшін такси қызметі бар. Құны 500 теңге. Менің сонша байлығым жоқ, қос аяғыма сеніп кері қайттым. Ары қарай тағы 2,5 сағат қатынап, Көлсайға жеттік. Жалғыз жолаушыдан кеңес. Бұл жерде байланыс ұстамайды, сондықтан ақшаңыз картада емес, қалтада болу керек. Мұнда ешкім суға түсу үшін келмейді, су мұздай суық. Есесіне суретке түсетіндер көп. Дегенмен ол фотоны бірден жүктей алмайсыз. Баға жағы былай. 1 сағат жылқыға міну 5000 теңге. Жетектеп жүретін көмекші алсаңыз тағы 5000. Кемеге отырудың 60 минуты 6000 теңге. Ал киіз үйдің әр сағаты 2000 теңгеден басталады. Бағалары сәл қымбаттау екен. Жарты литр су 300 теңге, бір стақан қара шайдың бағасы да 300 теңгеден басталады. Менің қалған ақшам бәліш пен суға ғана жетті. Көлсайдың аспазы Қаламқас апайға рахмет. Тегін тамақ берді. Табиғатымен ұнады маған. Бізде Атырауда бұндай табиғат жоқ. Әсем көрініске көзіміз тоймай, амалсыз қоштастық. Автобус түнгі сағат 11-де Алматыға жетті. Ал ертең меркіні көрмек ойым бар. Көреміз, көлік жағы қалай болады екен?